Шалғындар мен бақшалары түрлі түсті гүлдерге толы шалғай елде Лилия деген пері өмір сүріпті. Лилия ерекше сиқырлы жанасуға ие болды. Әрбір шөп талшығы, ол ұстаған әрбір гүл ең таза гауһар тастардан шықпен жабылғандай жарқырай бастады. Лала гүл гүлден гүлге билеп бақшасының әр бұрышына ұшқын мен ғажап әкелді. Ол жасаған бақ нағыз шедевр болды. Мұнда гүлдердің алуан түрі өсті: раушан, лала гүл, қызғалдақ, нарцисс және басқалар. Олардың бәрі жарқырап, бақтың өзі іштен жарқырап тұрғандай әсер қалдырды. Гүлдердің хош иісі әрқашан сиқыр мен сиқырлық ноталармен араласқан Лилияны айналып тұратын. Әр таң сайын Лили күнін таңды қарсы алудан аспанға ұшып, қанаттарын қағып, алтын тозаңдарды шашумен бастады. Бұл тозаң ауаны қуаныш пен нұрға толтырып, барлық тіршілік иелерін оятты. Құстар ән айта бастады, аралар балшырынға ұшып, гүлдер күн сәулесіне қарай бүршіктерін ашты. Бір күні Лили бақшасының шетінде жалғыз гүлдің салбырап, солып қалғанын байқады. Ол сұрғылт және көзге көрінбейтін, барлық сұлулық оның жанынан өтіп кеткендей. Пері тоқтап, бұл гүлдің неге сиқырлы жанасусыз қалғанына таң қалды. «О, бейшара», деп сыбырлады Лили, «сен осы бақтағы басқа гүлдер сияқты әдемі болуға лайықсың». Лилия гүлге жақындап, оның жапырақтарын ақырын ұстады. Гүл әп-сәтте ашық түстермен жарқырайды. Оның жапырақтары тығыз және шырынды болды, ал хош иісі тәтті және тартымды болды. Пері оның қолында гүлдің қалай жанғанын көріп күлді. Бірақ бұл бәрі емес еді. Лили бұл гүлдің айналасындағылардың қуанышына айналғанын байқады. Құстар ұшып ән шырқады, оның үстінде аралар мен көбелектер айнала бастады, ауаны қанаттары ызылдап қағып жіберді. Лилия биін жалғастырып, бір гүлден екінші гүлге ауысып, жаңа гүлге қол тигізген сайын ол өмір мен сұлулыққа толы жарқырай бастады. Пері оның сыйлығы тек гүлдерді әдемі ету қабілеті емес екенін түсінді. Оның сиқырлы жанасуы айналадағы барлық тіршілік иелеріне қуаныш пен өмір сыйлады. Көп ұзамай сиқырлы орманның түкпір-түкпірінен жануарлар Лилия бақшасына жинала бастады. Түлкілер мен қояндар, кірпілер мен тиіндер барлығы бақшаның сұлулығынан ләззат алуға және перінің сиқырын сезінуге келді. Лили оның жұмысының әлемге бақыт пен үйлесімділік әкелгенін көріп қуанды. Бір күні Лилияға қарауыл атты дана кәрі үкі келеді. Ол орман құпиясын сақтаушы болды және оның әрбір тұрғыны туралы бәрін білді. «Лилия, сенің бақшаң нағыз ғажайыпқа айналды», деді Гуардиан. «Бірақ сенің сиқырың жүрегіңнің мейірімділігінен болатынын білесің бе? Сіз тек гүлдерге ғана емес, айналаңыздағы барлық тіршілік иелеріне сұлулық сыйлайсыз». «Мен барлығының бақытты болғанын қалаймын», деп жауап берді Лилия сәл ұялып. «Сіздің сиқырыңызды соншалықты күшті ететінде осы», деп күлді күзетші, мейірімділік пен қуаныш сыйлауға деген ұмтылыс нағыз ғажайыптар. Уақыт өтіп, Лилия бақшасында жаңа керемет пайда болды. Бір күні ол жақын маңдағы ауылдан балалар келгенін байқады. Олар бақшаның шекарасында тұрып, сиқырлы гүлдерге қарап, құстардың әнін тыңдады. «Қош келдіңіздер, балалар», деді Лилия, «кіріңіз, бақшаның сұлулығын тамашалаңыз». Балалар бақшаға қуана жүгіріп, ойнап, гүлдердің арасында жүгіріп, олардың жарқырағанына сүйсініп жүрді. Лилия олардың арасында билеп, әр гүлге қолын тигізіп, әр балаға қуаныш сыйлады. Балалар күліп ән айтты, олардың қуанышы бүкіл бақшаны толтырды. Эмма есімді бір қыз Лилиге жақындап: «Лилия, сен неге бұлай істеп жатырсың? Неге бізге мұндай сұлулықты сыйлайсың?» «Себебі сұлулық пен мейірімділік әлемді жақсы орынға айналдырады», деп жауап берді Лилия күлімсіреп. «Басқаларға қуаныш сыйласақ, өзіміз де бақытты боламыз». Эмма бұл туралы ойлады да, сиқырлы гүлдердің кішкентай шоғын жинап, ауылға оралды. Кездескендердің бәріне гүл шоқтарын таратып, адамдардың жүздерінде күлкі нұрын байқады. Осылайша Лилидің мейірімділіктің сұлулығы мен берудің қуанышы туралы сабағы бақтан да асып кетті. Көп ұзамай бүкіл ауыл сиқыр мен бақытқа толы болды, ал Лили биін жалғастырып, әр бұрышқа ұшқын мен ғажап әкелді.
Уақыт өтіп, балалар күн сайын гүлді өсімдіктер арасында ойнап, сиқырлы атмосфераны тамашалап, бақшаға келе бастады. Лилия оларға табиғатты және барлық тіршілік иелерін күту қаншалықты маңызды екенін түсіндіре отырып, гүлдерді қалай күту керектігін үйретті. Бір күні Лилидің бақшасына Марта есімді әже келеді. Ол қарт, дана, көздерінен мейірім төгіліп тұратын. Лили, сенің бақшаң нағыз ғажайып, деді Марта. Мен сізге адамдар мен жануарларға қуаныш сыйлағаныңыз үшін алғыс айту үшін келдім. Рахмет, Марта, деп жауап берді Лили. Сыйлығымды басқалармен бөлісе алатыныма қуаныштымын. Сіздің мейірімділігіңізбен көмектесуге деген ықыласыңыз ең құнды сыйлық, деді Марта. Есіңізде болсын, тіпті ең кішкентай мейірімділік әлемді жақсы орынға айналдырады. Лилия Мартаның сөздері туралы ойланып, оның міндеті бақшаны безендіру ғана емес, сонымен қатар адамдарға мейірімділік пен өзара көмек көрсету екенін түсінді. Ол балалар мен ересектер жиналып, игі істерімен бөлісетін сиқырлы мейірімділік клубын құруды ұйғарды. Апта сайын Лилия өз бақшасында кездесулер өткізіп, онда ол жақсы істер туралы әңгімелер айтты. Балаларға гүлдерге күтім жасауды және жануарларға көмектесуді үйретті. Балалар көршілеріне, достарына немесе бейтаныс адамдарға қалай көмектескені туралы өз әңгімелерін әкелді. Осындай әрбір кездесу баққа қуаныш пен нұр сыйлады. Бірнеше жыл өтті, ал Лилия өз бақшасының мейірімділік пен махаббат орталығына айналғанын көрді. Бақшаның сұлулығынан ләззат алуға және Лилиядан қуаныш сыйлау өнерін үйренуге жақын маңдағы ауылдардан адамдар келді. Лилия оның күш-жігерінің жемісін көргеніне қуанды. Бір күні Лилияға Алексей деген жас жігіт келді. Ол ұялып, аздап ұялшақ болды, бірақ көмекке ұмтылған көздері оттай жанып тұрды. Лилия, мен сенің сиқырлы мейірімділік клубың туралы естідім және мен оның мүшесі болғым келеді, деді Алексей. Мен қуаныш сыйлауды және әлемді жақсырақ етуді үйренгім келеді. Қош келдің, Алексей, деп Лилия оны қарсы алды. Біздің клубта көмектескісі келетін, мейірімділікпен бөліскісі келетіндердің барлығына орын бар. Алексей басқа клуб мүшелерімен тез достасып, олардың істеріне белсенді араласа бастады. Ол бақшаны күтіп баптауға көмектесті, жануарларға тамақ әкелді, тіпті гүлдерге ұшқын мен ғажап әкелетін Лилияның сиқырлы биін билеуді үйренді. Бір күні Лилия мен Алексей бүкіл ауылға мейірімділік мерекесін ұйымдастыруға шешім қабылдады. Олар балабақшаны безендіріп, барлық тұрғындарды шақырып, көптеген тосын сыйлар дайындады. Мереке күні бақ күлкіге, әнге, шаттыққа бөленді. Лилия би биледі, әр гүлге қолын тигізді, ал Алексей балалар мен ересектердің жасаған жақсы істері туралы әңгімелеп берді. Мереке сәтті өтіп, барша ауыл тұрғындары жүздерінен күлкі, жүректерінде жылулық пен үйлеріне қайтты. Лилия мен Алексей олардың жұмысының қуаныш пен халықты біріктіргенін көргенде қуанды. Уақыт өтіп, Лили нағыз аңызға айналды. Оның бақшасы мейірімділік пен өзара көмектің символына айналды, ал сиқырлы мейірімділік клубы өсіп, жаңа мүшелерді тартуды жалғастырды. Лили оны түсінді. Миссия орындалды, ол адамдарға мейірімділіктің сұлулығын және берудің қуанышын бағалауға үйретті. Және олар мейірім мен қуанышқа толы әр күнді рахаттанып, бақытты өмір сүрді. Лилия бақшасы жарқырап, оған келгендердің бәріне ғажайыптар әкеле берді. Соңы